Сәлем достар, бүгін үй жағдайында тура кафедегідей сырты қытырлап тұратын стрипси пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше кірісеміз. Ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап жуып, осындай жолақша етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Енді маринадына кірісеміз. Ол үшін 200 грамм ұн, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық қызыл ащы бұрыш қажет болады. Ащы бұрышты қоспай қойсаңыз да болады. Ол міндетті емес. Одан кейін 2 жұмыртқамызды қосамыз. мг суымызды құйып, жақсылап түйіршігі қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, масса шығуы керек. Міне осындай болып шықты. Енді осыған жаңағы туралған тауықты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзы, паприкасы, бұрышы сіңгенше маринадтауға 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне 1 сағат өтті. Енді панировкасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға 150 грамм ұнымызды салып, 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық куркума қосып, барлығын араластырып аламыз. Енді жаңа маринадталған тауықты біртіндеп алып, панировкамызға аунатып аламыз. Осылайша барлығын құрғақ ыдысқа тізіп дайындап аламыз. Егер қолыңызды бұлғағыңыз келмесе, онда шанышқының көмегімен осылай панировкаға аунатып алуға болады. Міне барлығын тізіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға тауықтарды салып, араластыра отырып, шамамен 5 минуттай беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қызарып пісіп шыққаннан кейін тарелкаға қағаздан жасалған майлықтарды, яғни бумажный салфетканы төсеп, майын сорғытып аламыз. Мінекей барлығы пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріп, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.
Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.